Бұл оқиға Мұхаммед пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын Таиф қаласын ауыр азаптан қалай құтқарып қалған туралы. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Пайғамбарлық міндеті басталғаннан кейін 9 жыл бойы Меккеде өмір сүріп, мүшриктердің қорлығы мен мазағына жиі ұшырады. Пайғамбарға оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын ергендер де ауыр сынақтарды бастан кешірді. Оның көкесі Әбу Тәліп мұсылман болмағанына қарамастан барынша қолда көрсетіп, жиенін қорғап келді. Алайда ол қайтыс болғаннан кейін мүшриктер мұсылмандарға қысымды күшейтуге мүмкіндік алды. Сонда Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Қуатты бір тайпаның қорғанышын табу мақсатында Таиф қаласына баруды ұйғарды. Ол бұл қалада өмір сүретін Сақиф тайпасы ықпалды күшке ие деп санады. Егер олар исламды қабылдаса, мұсылмандарға қорған болар еді деп үміттенді. Таифке жеткен соң қаланы басқарып отырған 3 тайпа көсемімен кездесіп, оларға исламды түсіндіріп, құдіретті жаратушының дінін қабылдауға және мұсылмандарға көмек көрсетуге шақырды. Алайда олар қонаққа лайық құрмет көрсетудің орнына пайғамбарға оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын дөрекі жауап қайтарып мазақ етті. Көсемдердің бірі: «Таңғаларлық екен. Расында Алла сені пайғамбар етіп жіберді ме?» деді. Екіншісі: «Алла пайғамбарлықты сенен артық біреуге тапсыра алмады ма?» деп қостады. Ал үшіншісі: «Мен сенімен сөйлескім келмейді. Егер сен расымен пайғамбар болсаң, сөзіңді жоққа шығару, өз басыма бәле шақыру. Ал егер сен алдамшы болсаң, онда сенімен сөйлесудің өзі артық», деп жауап берді. Осындай өрескел қарым-қатынасты көрген Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын қала тұрғындарымен сөйлеспек болды. Бірақ олар да пайғамбарды тыңдаудың орнына мазақтап, тас атып, қаладан қуып шықты. Жараланған денесінен аққан қан аяқ киімін қызыл түске бояды. Меккеге қайтып бара жатып, бір оңаша жерде Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын қолын жайып былай деп дұға етті: «Уа Алла, өзінің әлсіздігім мен адамдардың қорлығынан қорғанышты тек сенен ғана сұраймын. Уа мейірімділердің ең мейірімдісі, сен әлсіздердің Раббысысың, мені кімнің қолына тапсырасың? Жүзіме қарағанда қабағым түйетін бөтендерге ме, әлде күшті дұшпандарға ма? Уа Алла, егер сен маған ашуланбасаң, қалғанның бәрі мен үшін маңызды емес. Маған сенің қорғауың жеткілікті. Қараңғылықты нұрмен жарық қылатын ем, сенің разылығың ғана маңызды. Шын мәнінде, нағыз күш пен билік тек саған ғана тән». Сол сәтте Жәбірейіл періште алейхиссалам келіп, Алла елшісіне оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сәлем берді де: «Құдіретті Алла, бұл қаланың тұрғындары сені қалай қарсы алғанын және не деп жауап бергенін естіді. Ол тауларға әмір ететін періштеге саған бағынуды бұйырды. Сен оған не бұйырсаң да еріктісің» деді. Кейін таулардың періштесі келіп: «Егер қаласаңыз, 2 тауды қысып, олардың барлығын жаншып жіберейін, немесе өзге бір жазаны таңдасаңыз, оны да дереу орындаймын» деді. Алайда жүрегі мейірімге толы Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: «Мен үміт етемін, егер бұлар исламды қабылдамаса да, Алланың қалауымен олардың ұрпақтары Аллаға құлшылық етіп, оны Раббысы ретінде танитын болады» деп жауап берді. Шынында да Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын бұл дүниеге бүкіл әлемге рахым ретінде жіберілді. Оның көркем мінезі теңдессіз еді. Кешірім мен мейірімдікте оған тең келер ешкім болмады. Ол бұл қасиеттерде шексіз теңіз секілдеді. Алайда біз өзімізді оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын үмбетіміз деп айтатындар, кейде бір ауыз сөзге бола өмір бойы кек сақтауға дайынбыз. Ал Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын қаншама қорлық көрсе де ешқашан кек алмады, әрі жәбір көрсеткендерге жаман дұға жасамады. Осы арқылы ол бізге кемел мүміннің үлгісін көрсетті. Мүміндердің рухани анасы Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын жары Айша радиаллаху анха ол туралы былай деген: «Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын ешкімді жаман сөзбен тілдеген емес, ешкімді қорламаған, жамандыққа жамандықпен жауап бермейтін, керісінше кешіретін. Екі істің бірін таңдауға мүмкіндік болса, күнә болмаған жағдайда ең жеңілін таңдайтын. Өзі күнә атаулыдан өте алыс еді. Жеке басына жасалған реніш үшін ешкімнен кек алмаған. Бірақ Алланың әміріне қарсы келгендерге Алла белгілеген жазаны қолданатын. Өмірінде бірде-бір мүмінді атымен атап қарғаған емес.
құлдарды да, әйелдерді де ұрмаған. Тіпті бірде-бір жануарды соқпаған. Қажетпен келген ешкімнің бетін қайтармаған. Үйіне кіргенде жүзі нұрланып күлімсіреп тұратын. Достарының ортасында отырғанда аяғын созбайтын. Сөйлегенде әр сөзін анық айтып, тыңдаушы жаттап алатындай етіп баяндайтын. Шүбәсіз оның көркем мінезінің теңізінен бір тамшыға болса да ие болған жан бақытты. Өйткені оның мінезімен мінезденуге ұмтылған адам, адамдар арасында да, Алланың алдында да дәрежесі биік болады.